Өрік қалай пайда болады? Дәнектің ішінен жарып шыққан тамырлары былай жанына қарай кеткен. Жоғары қарай ағаштың өзі. Тағы біреу жерде тұрған пример мысал. Міне мына жерде дәнегі, мына жерден жанына шыққан. Бұл да дәнегі екіге ашылып кетті ғой. Ішіндегі дәнегі міне тамыры былай кеткен. Ағаштың өзі былай жоғары қарай кетеді. Міне өрік ағаштары дәнектен осылай пайда болады екен. Бұны біз қайтадан әдемілеп екіп қоямыз.